болу керек. Ақ қайда болса, арыс сонда болады. Қазақ даласында бірлік пен береке жүріп, ынтымағымыз берік болғай. Еліміз Sözünüzü bölgenin şuayına vermem. Әңгімеңізді тыңдап отырып, бала болсам да көкейімде бір сұрақ тесіп бар. Рұқсат па, сұрағымды қойсам. сұрай ғой сұра. Айтыңызшы, қалай еткенде бәлек болады? 12 кіші қандай болмақ? Ей, кім бар? Bir болмаса оқылақшып алып келіңдерші. Мен бар. Балам, мынаны сындыршы. Сынбайды ғой, күшілдетпей жат. Ал енді бұны біртіндеп сынdır. Бұдан не түсіндің енді? Түсіндім баба. Мысалымыздың мәнісі ынтымағы бәлеге мықты енді жауды дау болмайды. Саяқ жүрген таяқ жейді демекші, ынтымағы бірлігі жоқ енді жауды дау болмай алады. Дегеніңіз ғой, иә? Бәрекелді балам, дұрыс таптың. Ең алдымен елді ауыз бірлікке шақыруың керек. Бақ қайда барасың? Ынтымаққа барамын дегеннің мәнісі осы. Қына тасқа бітер, бата басқа бітер, қолыңды жай Төлежан. Тассызға пана бол, жотасызға жота бол. Батасызға бата бол, ілескенге аға бол. Білген болғаннан соң еліңе көш бастайтын дана бол. Әумин. Ал енді жүріңдер, үлкен асқа.